Қарашова Райхангүл Қапағызы 11 шілде 1953 жылы дүниеге келіп, 14 қыркүйек 2025 жылы дүниеден озды. Жаны ізгі, жүрегі мейірімге толы, айналасына жылылық пен нұр сыйлаған аяулы жан. Райхангүл Қапағызы 1953 жылдың 11 шілдесінде Ақтөбе қаласында дүниеге келді. Руы Тама Көкі, әкесі Қарашев Қапа, анасы Қарашева Ораш. Отбасындағы жалғыз перзент болғандықтан ата-анасының көз қуанышы болып өсті. Балалық шағынан ақ зеректігімен, инабаттылығымен, мейірбан мінезімен ерекшеленген Райхангүл 1960-1970 жылдары Ақтөбе қаласындағы номері 16 мектепте білім алып, сабырлы да, еңбекқор болмысымен ұстаздарының сүйіктісіне айналды. Мектептен кейін еңбек жолын 1970 жылы трикотаж фабрикасында бастады. 1975 жылы бухгалтерлік курсты тәмамдап, өз ісіне аса жауапкершілікпен қарайтын білікті маман ретінде 1978 жылы Селмаш кәсіпорнында бухгалтер қызметін атқарды. Күнделікті еңбегімен қарапайым болмысы, ұқыптылығы мен адамгершілігі әріптестері мен жора жолдастарының арасында үлкен құрметке ие етті. 1994 жылдың 14 қыркүйегінде өмірлік серігі Асқармен шаңырақ көтерді. Сыйластық пен мейірімге, сенім мен сүйіспеншілікке толы 31 жыл бақытты отбасылық ғұмыр кешті. Бір-біріне деген құрметтері мен қамқорлықтары талай жылдарға жалғасып, 31 жыл бойы бірге өткізген әр күндері қуаныш пен шаттыққа толы болды. Осы жылы олардың отбасы құрғанына 31 жыл толатын мерей тойы болуға тиіс еді. Алайда тағдыр бұл қуанышты көруге жазбапты. 1996 жылдың 11 шілдесінде көптен күткен қызы Әсем дүниеге келді. Бар мейірімі мен махаббаты, өмірінің мәні мен қуанышы аяулы қызына арналды. Ана мен бала арасындағы нәзік байланыс, шексіз сүйіспеншілік олардың өмірін ерекше жылулыққа бөлеп тұрды. 2001 жылдан бастап энергосистема мекемесінде қызмет етіп, зейнет жасына дейін адал еңбегімен абыройға бөленді. Еңбекқорлығы мен жауапкершілігі, өз ісіне деген сүйіспеншілігі әріптестері мен басшыларының жоғары бағасына ие болды. Зейнетке шыққан соң да өмірге деген құштарлығы мен көтеріңкі көңіл күйін жоғалтпай, жан тыныштығын, саяхат пен демалыстың ләззатын сезініп әр күнін мәнді өткізіп отырды. Жанұясымен бірге болған әр сәтін бағалап, қызы мен немересінің қуанышын жүрекпен қабылдады. Өмірінің соңғы жылдарын отбасының ортасында сүйікті немересі Тайырдың күлкісінен қуаныш, көзінен үміт көріп, соның шаттығынан өмірдің шуағын тапты. Райхангүл Қапағызы мейірім мен парасаттың, сабыр мен сұлулықтың символы еді. Оның жарқын бейнесі, жүрек жылуы, шуағы мен нұры оны жақсы көрген әр жүректе мәңгі сақталады. Жақсы адам уақытпен өлшенбейді. Оның ізі жүректерде, ал мейірімі ұрпағында. Жарық бейнең жадымызда мәңгі сақталады. Аяулана, асыл жар, ардақты әже. 9 ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. 6 қат аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды.
Жалғызым жаным жан апам, мақтада мамығалақан. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштең болып қорғайды, пештей болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтада мамығалақан. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Білегін бесік қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есік қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни, бөледім жер бесікке анашым әлди. Ай, періште қайталында пейішке барасың ба? Адам көп айналамда, анам жоқ арасында. Өмірде көп амал бар, өлімнің жоқ амалы. Анасы жоқ адамдар, Құдайдың балалары. Жүрегім мәңгі сәби, жұмақта оянарсың, анашым әлди.